бізге изомальттан жасалған леденцеді қант ұнтағымен жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар қант, краситель және изомальт. Мен өзіме леденцеді көк түспен бояймын деп шештім және осы қантты көк түспен бояп араластырып шықтым. Осындай көк түс шықты міне. Енді осы қантты силиконный кубиктің үстіне жайып шығуымыз қажет. Мен сияқты осылай жайып шығасыздар. Содан кейін рюмканы алып, домалақ етіп углубление жасайсыздар. Леденцедің пішінін келтіру үшін. Сосын изомальтты алып, сотейникте ерітеміз. Осындай түсі мөлдір түсті ағарғанша және қасықпен асықпай құю қажет. Сол кезде леденцеларыңыз домалақ болып шығады. Және де шпажка немесе зубочисткаңызды қойсаңыз болады. Және бетін қантпен сүйіп шығасыздар. Мен тағы да изомальтқа көк түсті красительді салып, осылай жеке тағы да леденцелар жасадым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Пішінін келтіріп. Егер де сіздерде домалақ пішін немесе сізге қандай да қажетті бір пішін шықпай жатса, сіз изомальтты қатырып алғаннан қайтып алып, оны қайтып ерітсеңіздер болады. Изомальт одан бұзылмайды және де ащы дәм шықпайды. Міне осымен изомальттан жасалған леденцеміз дайын болды. Осындай міне көк түсті болып шығады. Осы леденцеларды тортта әрлеуге болады. Өзіңізге қажетті кез келген түске бояп алсаңыздар болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сіздер де жасап көріңіздер.